Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Осыдан 700-800 жыл бұрын қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек және олардың артынан ерген біздің ата-бабаларымыз осы 21 ғасырда олардың ұрпақтары қазақ халқы қазақ болудан ұялады, қазаққа тән нәрселерден алыстануға тырысады десе сенбес едім. Бірақ қазіргі таңда біз сондай жағдай қалыптастырдық. Өкінішке орай қазақ халқының өкілдері, қазақтың жігіттері мен қыздары қазақ тілінде сөйлеуге ұялады, намыстанады. Қазақ тіліне жоғарыдан менсінбей қарайды. Ұлт деген тілдің арқасында ғана өмір сүреді ғой. Тіл деген ұлттың қазынасы, сол тілдің арқасында ғана қазақ басқа халықтардан ерекшеленеді. Ал енді бірақ тілге немқұрайлық қарау деген нәрсе басқа да негативті процестермен жалғасып жатыр. Қазіргі таңда біздің бойымызда қазаққа тән барлық белгілерден айырылып бара жатырмыз. Мысалы, барлық шараларда, көптеген жаңағы бағдарламаларда біз айтып жатамыз ғой, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Бірақ сол 1000 қазақтың үйін аралайықшы. Сол 1000 қазақтың үйін аралаған кезде 10 қазақтың үйінде төрде қара домбыра ілініп тұрса, оған Құдайға шүкір дейміз. Мысалы, қазіргі таңда 1000 қазақ домбыра шертпек тұрмақ үйлерінде сол домбыра жоқ. Домбыраның өзі раритет болып кетті. Домбыраның өзіне біз қазір менсінбей қараймыз. Ой, қойшы соны деп. Бұл да бір қазақилықтың символы ғой домбыра деген. Ал енді ары қарай кеттік. Сол домбырада шертілетін күйлерді біздің ата-бабаларымыз бұрын сөзі жоқ болса да мән мазмұнын түсініп отыратын. Ал біз қазір сөзсіз күйді тыңдамақ тұрмақ, термемен, домбырамен айтылып жатқан, немесе эстрадада айтылып жатқан қазақ әндердің өзін тыңдамаймыз. Өйткені қазақ тілі бізде аллергия шақыратын бір неге айналып бара жатыр да. Көрдіңіздер ма? Егер қазақ тілін менсінбесе, қазақтың мәдениетін менсінбесе, онда ол кімге керек? Қазақтың тарихын оқымаса, сыйламаса, құрметтемесе, ол басқа халықтарға одан арман керек жоқ. Және де тағы айта кететін, өкінішке орай қазіргі таңда қазақтың қара домалақ балалары 4 түлікті тек зоопаркта көретіндей жағдайға жеттік. Бұрын біздің ата-бабамыздың ата кәсібі болған 4 түлік қазіргі таңда жоғалып бара жатыр. Ал ертең сол 4 түлік мал жоғалатындай болса, онда қазақтың салт дәстүрі жоғалады, қазақтың мәдениеті кедейленеді, жоғалып кетуі де мүмкін. Түйе болмаса, түйені жүнінен тігілетін киіз жоғалады. Жылқы болмаса, жылқының қайысынан жасалатын қамшы мен ер-тоқым әбзелдер, ат әбзелдері жоғалады. Яғни 4 түлікті көбейту ол тек қана экономикалық жағынан қазақ халқына керек емес, ол мына салт дәстүрмен қазақтың қазақтығын, қазақилығын сақтап қалу үшін де керек. Және де тағы айта кететін нәрсе, қазіргі таңда біз салт дәстүрді мүлдем қарамайтын болдық. Қазіргі таңда жастар беташар дегеннің не екенін мүлдем жасамайтын болды. Бұрын Совет өкіметі кезінде, Кеңес өкіметі кезінде қазақтың кейбір салт дәстүрлері болса да айту қолданыс еді. Бәйге, көкпар, ұлттық ойындар. Қазір мүлдем жоқ. Қазіргі тәуелсіз Қазақстанда біздің өзіміз қазақилығымызды жойып жатырмыз. Және де бұл үдеріс, бұл процесс ары қарай жалғаса беретін болса, енді бір 20-30 жылдың ішінде қазақ болудан қалып, не орыс емес, не Қытай емес, не мұсылман емес, не кәпір емес бірдеңеге айналамыз. Сондықтан да ағайын, бүгіннен бастап соған назар аударайық. Артымыздан ерген балаларымызға ұлттық бір дәстүрге деген махаббат, ілтипат көрсетейік. Қолымыздан келгенше салт дәстүрлерді пайдалануға тырысайық, ұстануға тырысайық. Және де біздің төрімізде қасиетті Құран мен қасиетті қара домбыра тұрсын. Қасиетті қазақ тілімізде сөйлеуге тырысайық. Өйткені осы барлық нәрселерден айырылатын болсақ, онда қазақ та жоғалады. Ал қазақ жоғалса, Қазақстан деген ұғымның өзектілігі де жоғалады. Қазақ жоқ болса, Қазақстан Республикасы сақталына ма? Әрине жоқ. Сондықтан да не болса да қазақи белгілерімізді, қазақи салт дәстүрлерімізді, қазақ ата-бабамыздан қалған ата кәсібімізді ұмытпайық, ағайын. Егер менің осы жоғарыда айтып кеткен пікірлермен келіссеңіздер,
немесе келіспесеңіздер, осы бейнероликтің астындағы комментарийлерге өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Дегенмен болашақ бүгінгі біздің қолымызда. Сондықтан да әрқайсымыз қолымыздан келгенше осы қазақтың қазақ болып сақталуына үлес қосайық, ағайын. Сау болыңыздар.